Ақтау қаласында аналар арасында алғаш рет волейболдан турнир өтті. Әкелер одағы мен ата-аналар кеңесі бірлесе ұйымдастырған сайыс ана және бала тәрбиесі, салауаттылық, денсаулық кепілі ұранымен өткізілді. Салауатты өмір салтын дәріптеуге арналған турнирге 40-қа жуық команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Осындай шаралар жиі болып тұрса, ата-аналарға мереке есеп спортпен айналысам. Өзім сол Фариза Оңғарсын атындағы 29 мектеп гимназиясының дене шынықтыру сабағының мұғалімімін. Екі қызым волейболға қатысады. Бұл облыста тұңғыш рет өтіп жатқан шара. Қазіргі таңда 40-қа жуық команда қатысуда. Екі жерде осы шара өтіп жатыр. Яғни біздің осы Шайсан бала мектебінде және 38 мектепте өтіп жатыр. Енді қызығушылық өте жоғары. Әкелерден өткен жылы өткіздік. Әкелер одағының ұйымдастыруымен өткен жылы осы облыстық қалалық турнир өткіздік. Биыл міне әйел адамдардың сұранысы негізінде осындай бізге әйелдер арасында өткізілмеш деген. Турнир қорытындысы бойынша бас жүлдені нөмірі 11-ші мектеп лицейінің аналар құрамасы жеңіп алды. Екінші орын Айс мектебіне бұйырса, үздік үштікті Таным мектебінің командасы қорытындылады. Жарыста топ жарған 3 команда облыстық кезеңде бақ сынайтын болады. Мәриям Берікқызы, Әділхан Зейнединов, Каспий Ньюс, Маңғыстау облысынан.